Кіріңіз. Басеке, ұжымдастар сіздің қабылдауыңызға келіп тұр еді. Не үшін? Тыныштық па? Қазір барлығын өзіңіз көресіз. Айта берейін бе? Кірсін. Туған күніңізбен, туған күніңізбен, туған күніңізбен. Басеке, туған күніңізбен. Басеке, біз сізді сыйлаймыз, құрметтейміз. Әрдайым осылай ортамызда күліп ойнап жүре беріңіз. Басеке, мынау сіздің туылған күніңізге орай бүкіл ұжым болып сізге тосын сый жасаған болатынбыз. Бүкіл ұжымның атынан мына бір конвертті қабыл алыңыз. Барлығынан түгелдей өзім жинап шықтым. Дұрыс жасадым деп ойлап отырсыздар ғой? Иә. Құрметті ұжымдастар, менің туған күніме әкелген сыйлықтарыңызға рахмет. Туған күн әркімнің жеке мерекесі. Керек болса, мұндай атаулы мереке тек қана отбасымен бірге ғана тойланады. Сондықтан әкелген сыйлықтарыңыздан саналы түрде бас тартам. Кешіріңіздер, құрметтеріңізге рахмет. Мен осы көшенің бойында ішерге ас таппай жүрген, отын суға жармай жүрген бір отбасыны білем. Оны күнбе-күн барлықтарыңызда көріп жүрсіздер. Рас па? Демек, барлықтарыңыз білесіздер. Маған әкелген сыйлықтарыңызды Марал, мынаны қазір сол отбасыға апарып беріңіз. Мен туған күнімді өзімнің отбасыммен, бала-шағаммен бірге тойлаймын. Ал енді жұмыстарыңызға барыңыздар. Маған әкелген сыйлықтарыңыздың алдарты осы болсын. Сау болыңыздар.